Тағы қандай пікірлер бар? Иә. Мына халқымыздың әлеуметтік жағдайында, қоғамдық жағдайында бізде өте үлкен кемшіліктердің, қоғамдық кемшіліктердің болып отырғаны, мен мына адам тәрбиесінің жаңылығын жасадым. Кеше анау былтырғы жылы қабылданған балабақшаның стандартын қарап шықтым. Барлық жерде орыстың тілін біз жек көрмейміз. Тіл деген дүниенің не екенін сіздер білесіздер. Халықтың менталитетін жасайтын ана тілі бізге менталитетімізге қарай қабылдаймыз мына әлеуметтік дүниенің бәрін. Мен осы арада былтырғы жылы баяндама жасадым. Сонда нақты ұсыныс жасадым. Мына біздің ұсынып отырған тақырып не мемлекетімізге, не халықтық құндылығымызға қызмет етіп керек. Сондықтан міне 40 адам біз номинально әр топтың несін біріктіріп алып, сол арқылы мына тақырыпты қарап, қандай проблеманы орналасып, сөйтіп барып төменнен барып құрылса деген бір ұсыныс бар. Міне, екінші дүние. Сіздер енді 18-20 жыл мына орысша сөйлеп келе жатырсыздар ғой. Сондықтан мынау тілге мән беріп жатырмыз ғой, Құдайға шүкір. Енді нақты осы барлық материал қазақ тілінде жазылатын болса өте дұрыс болар. Мысалы, сіздің мына бүгінгі орысшасын алып қаладым кешемен. Ана не арқылы жіберген, интернет арқылы. Орысшасын, қазақшасын оқисың да, орысшадан қазақшада мән мағына сәйкес келмейді көп жағдайда. Міне сондықтан мен сіздерден өтінем, қазіргі бұл енді мәдениет министрлігі деген біздің негізгі идеологияның ошағысыздар ғой. Осы мәселені қарастыру, әйтпесе біз қазақ тілінде деген уақытта бір ұлтшылдықтан не болмаса бір сондай дүниеден емес. Біз егер республикада 70%-ке жуық қазақ халқы болатын болса, енді қазақ халқын қорлай беріп тоқтату керек. Барлық проблеманы өз ана тілімізде жүргізу керек. Мен мысалы айтқанда былтырғы жылғы тақырыптың біреуіне келіспеу жоқ. Мен нақты дүниелер айттым, Базека, бұны есіңізге сақтаңыз. Мысалы айтқанда былтырғы жылғы дүниеде қазақтың ұрпақ тәрбиесі мысалы ұйғырдың инфоларына берді. Оралманды корейстердің инфосына берді. Сонда жаныма қандай дүние? Ағашқын берген жоқ, олар жеңіп алды ғой. Жоқ, жеңіп алғанмен ол мәселені олар түсінбейді ғой. Ол енді... Міне сондықтан біз жеңіп алған бір сәт, ана түсінетін нәрсеге бар беруіміз керек. Жақсы, бұл сіз айтып отырған ұсыныстарыңыз өте орынды, олар қабылданатын болады. Біріншіден, құрметті әріптестер, мынау заңға өзгерістер өздеріңізден келіп жатыр. Өздеріңіз үкіметтік емес ұйымдар қандай өзгеріс болады, сондай заң болады бізде. Біз ешқашан бұны министрлік өзі жасамайды. Ол қай уақытқа дейін табылады? Осы биыл жылдың аяғына дейін қабылдану керек. Екіншіден, я закончу сейчас. Екіншіден, жаңағы бір айтып отырғаныңыз дұрыс. Әрине, бұл министрліктің жұмысына деген бір ескерту. Әрине, мемлекеттік тілде дайындалатын болады құжаттар. Сол тілде біз келесі отырыстарда, бірақ мемлекеттік тілді білмейтін адамдар басқа тілде сөйлейін десе, оғанда рұқсат беру керек деп ойлаймын. Мемлекеттік тілде жазып, мемлекеттік тілде ұтып алсын, сонда қолдау болады тілге деген. Мы очень много людей собрались, очень много разных людей, но вопрос очень важный, жизненно важный. И давайте по существу работать. Хорошо. Давайте Спасибо за ваше предложение. И чтобы не было посторонних разговоров.